2027 жылы жойылатын мамандықтардың бірі бухгалтер мамандығы, бухгалтер саласы. Осыған қатысты бірнеше уақыт бұрын мен видео салғанмын. Сол кезде жұрттың бәрі маған қарсы шығып, ойбай ол жойылмайды, ой осындай деп, кәдімгі дәлелдешіп көрсетші деді. Давайте олай болса мен бір ғана түрін көрсетемін қазір. Басқа түрлерін айтпай қойын, тек қана бір ғана түрін. Неке қараңыздар, мен мына жерде бір кәсіптің есебін шығарып жатырмыз. Маған бухгалтерлік есеп жүргізіп берші. 2024 жылы түскен сумма осында 24 миллион, менеджерге осынша кетті, налог осынша ұстады, 3%, анау мынау деп ең соңында пайдасын көрсетіп, соның таблица форматында есептеп берші, пайыздармен деп мен сұрақ қойдым. Давайте қазір қанша уақыттың ішінде есептеп береді екен. И адам бухгалтерлер қанша уақытта шығарады, оны да есептейміз. Вот міне кетті. Түскен сумма таблицамен есептеп беріп жатыр, атау көрдіңіз ба? Мына жақта кетіп жатыр. Есептеу тәсілі, Каспийдің ұстаған табысын айтып жатыр, налог төлеу осынша, 700 бірнесе мың, анау мынау деп, в общем, қалдық бәрін есептеп берді. Татаво қаншаны? 3 секунд, 4-5 секундтың ішінде бәрін шығарып берді. Дәл осындай адам істейтін болса, осынша уақыттың ішінде жасай алатын беді. Енді осы бухгалтер саласы жойылмайды деп жатқан кісілер енді осыдан кейін ойлануға болатын шығар. Егер жасанды интеллектке қатысты тағы да қызықты ақпараттар білгіңіз келетін болса, онда менің парақшама тіркеліңіз. Мен күнде жаңа ақпаратпен бөлісемін.